Сәлем, Мұратбек. Бүгін қазақ тіліндегі меснамендерді, яғни атау мен мағынасы сәйкес келмейтін сөздерді аударуға тырысайық. Әрине, Дана, бұл қызықты тапсырма сияқты. Қандай сөздерді аударғымыз келеді? Жарайды, бірінші сөз – құлақ. Оны ағылшынша қалай атаймыз? Бұл оңай. Құлақ бұл ear. Дұрыс. Бірақ құлақ сөзі шынында ұстау деген мағынада, ал біз оны есту мүшесіміз деп атаймыз. Келесі сөз – қол. Бұл да жеңіл. Қол arm немесе hand. Ең жиі қолданылатыны hand. Тағы да дұрыс. Алайда қол сөзі алақанды да, білекті де, тіпті адамның еңбегінде білдіреді. Келесі баспалдақ. Баспалдақ. Step ladder деп аударсам бола ма? Жалпы ағылшынша бұл stairs немесе staircase. Келесі сөз қарағай. Білемін. Қарағай pine tree. Аудармасы pine. Дұрыс. Бірақ қара деп аталғанымен ол ағаш қара емес, жасыл. Келесі қызылша. Бұл бит дегенді білдіреді, солай ма? Сонда бит. Иә. Бірақ оны неге қызылша деп атаймыз? Оның түсі қызылға жақын, бірақ ол да нақты қызыл емес. Тағы бір мысал аюшып. Бұл bear grass. Бергім жоқ. Bear's plant деп аударғым келеме. Жоқ, Мұратбек, бұл қате. Аюшып бұл mushroom, яғни гриб. Ағылшынша ол mushroom. Оны аю мен шөп деп атау тағы бір меснамен, өйткені ол аюдың жегіші де шөпті емес. Түсіндім. Бұл қызық екен. Келесі сөз қандай? Жер жаңғақ. Earth apple. Жоқ, бұл дұрыс емес сияқты. Білдім. Peanut. Браво. Жер жаңғақ peanut. Бірақ ол шынында жаңғақ емес, бұршақты дақылдар тұқымдасына жатады. Рахмет, Дана. Меснамендер шынымен де тілдің қызықты құбылысы екен.